Қазақтың жаманшылыққа үйір болып беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы термет. Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын мініп, тамақ асырап болмаса сөз аңдып, қулық сұмдықпен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін, пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүріс дейттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап кезекендікке салына ма? Малдылар малын өңкей малшыларға, бала шағаға тапсырып, қолдағы Құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры бөріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылдан бір ауылға барып, құбылық, сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржыңдасуда қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет сол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық ол өнерлі кісіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім білгенім деп елге жайып жүріп, арбаңдауға пысық, өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы қазақтың іске жараймын дегені, өзінің азды көпсін біреуге қоса салып, көре жүрші, көздей жүр деп, басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, ел кезуге салынады. Бұл күндегі байлық тамақтан емес, ақыл абыройда мақтан емес, арыз бере білу, алдай білу мақтан. Бұл екеу қолынан келген кісі салтатты сабау қамшылы кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлы атқа, майлы етке қолы жетеді. Жел өкпелеу, мақтаншақ байларда, сіз айтсаңыз отқа түсуге бармын деп желдендіріп алып, шаруасын қылмаяқ, малын бақпаяқ, содан алып киімін бүтейтіп киеп, тәуір атын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Ол бай өз тыныштығында білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді. Бір кісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағанаға антұрғанмен ақылдаса. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын етімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп. Ой, тәңір-ай, соны білмей тұрсыз ба? Ол анағулық қой. Бұл мұнағулық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбейтұғын қылады. Және байдың өзіне де адам сенбейтұғын болады. Байдың өз жауабы өз мінез оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антырған байға, мен айтпап бедім. Оныкі қулық сөз деп, міне көрдің бе деп, екіншіде тырып етпейтұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.